болған жоқпын, шынымды айтайыншы. Балауса Сенің махаббатың сөйлесіп жатырық қой. Тоқтасайшы. Сен жаңа сүйем, ойбай, күйем, махаббат деген сезім деген дүние қайда қалды? Мысалы, кеше болған кезде сен сонда ата-анамен таныстырып қойдың ба, болды ма не деген сияқты қылып өзің айттың. Вот именно ата-анамен таныстырып бәрін сондай дүние болғаннан кейін саған сонда таныстық тоқтата салу легче болып тұр ма негізі? Жоқ, Алишер, до этого мен екеуміз сыртта сөйлескенде де осындай нәрселер болған. Мен қазір бұндай нәрсе жиналып келеді да, ертең отношениямыз құртылады. Неге ол қайталана береді? Мен жоқ, жалпы айтып жатырмын. Осы менің ішімде жиналып келген нәрсені айтып отырмын, қазір түсініп тұрсың ба? Содан кейін мен айтып жатырмын, пока не поздно, тоқтата салайық деп. Мен қазір просто Балауса ханым, мен қазір білмеймін, даже қалай айтарымды білмеймін. Берғаш, сен маған шын жауап берші така. Сен ойланып айтып жатсың ба тоқтату туралы негізі? Жоқ, мен саған сұрақ қойып тұрмын ғой. Жоқ, сен сұраққа сұрақ қойма, мен саған сұрақ қойып тұрмын. Ойланып айтып жатсың ба? Жоқ, сенетін болсаң, мен саған дәлелдеп беремін. А если сенбейтін болсаң, осы жерден қоя салайық. Қалай түсінсем болады? Сенетін болсаң дәлелдеп беремін. Итак, дәлелдеп бересің ғой енді, по-любому негізі, если тоқтамайтын болса, не істейтін болса, дұрыс па? Жоқ, мен таныстық тоқтату туралы мен әңгіме айтқан жоқпын. Өйткені бұл әңгіме болып жатқаннан кейін енді әңгімелесіп жатырық қой, бұл әңгімені айтып жатырық. Не үшін сөйлестік, неге олай болды деп біз сұрап жатырық ол дүниені, дұрыс қой. Менің тарапымнан таныстық тоқтату жайлы айтылған жоқ негізі вообще. И оның маңына да жолаған жоқпын мен, по сути. Балауса ханым, Гүлнұр, осы жерде айта кетсем, негізі Аягөздің тарапынан кәдімгідей Алишердің тарапына қарай манипуляция болып тұр. Бұл жерде потому что сендер уже ата-анамен танысып қойған, үйленуге барайын деген жұпсыңдар. И сен қазір айтып отырсың да, еш жаққа бара алмайсың ғой, таныстықты тоқтатпайсың деген сияқты, и тоқтатсаң тоқтата ғой деген сияқты әңгіме айтып отырсың да, манипуляция жасап отырсың да Алишердің тарапына қарай. Негізі по факту бар ғой, егер сенің артың таза болатын болса, сен переписканы, егер ана бала досың жақтан удалить етпеген болса, скринді жібер деп айтсаң да болатын еді негізі. Значит, мен жерде подозрение ұстайтын бір әңгіме болып тұр ғой. Енді қанша талқыласақ та менің ойымша бір нүктесін қоятын. Иә, Балауса ханым енді андай ғой. Аягөз өзінің тарапын айтты. Таныстық тоқтамайды. Осы нәрсе үшін таныстық тоқтап кетіп, жаңағыдай осы уақытқа дейін болған махаббат бар, жаңағы ата-ана таныстығымыз бар. Мен тарапынан дүние болған жоқ, тоқтамайды да. Мен айтқым келеді, мен сені олай қыспаққа да алмаймын. Ойбай, ол баланы шақыр, ойбай сөйтпейді деп. Давай сыртқа шығайық, бір сөйлесіп алайық. Если конкретно жаңа сен айтқандай возможность болса, мен баламен сөйлесетін, мен баламен өзім тікелей сөйлесейін, сұрайын, болды. Сөйтіп шеше салайық конкретно. Если сен ол нәрсеге келіссең. Аягөз. Енді бағанадан бері айтып отырмын ғой, дәлелдеп бере аламын деп. Мен өзіме сенімдімін, және дәлелдеп те бере аламын. Сол, басқа айтар ештеңкем жоқ. Таныстық Жалғасады. Аягөз. Сөйлесіп көрейік, Балауса ханым. Кемі бір рет сөйлесіп көріңіздер, дәлелдеуге тырысып көріңіздер. Мұндай дүниеге ара қатынасты тоқтата салу болмайды ау. Мұнда бір сынақ деп қабылдаңыз. Әлде Аягөз, сіз қарым-қатынастан шаршап жүрсіз бе? Шаршағанда уже қанша рет қайталанып жатқан нәрсе болғаннан кейін бұл нәрсе қорқытып жатыр да мені. Ертең енді үйлену ол ойыншық емес қой. Ертең үйлене салып, бұндай нәрсеге көз жұма салып, ертең үйленіп отырып, ертең ажырасып отырғым келмейді. Сол үшін мен өзімнің Сіз де ойланып алыңыз. Басын ашып, осы мәселені шешіп алыңыздар. Ертең біреуді мәжбүрлеп, ешкімді мәжбүрлеп үйленбейді ғой. Сондықтан екі жақтың да принциптары ескерілу керек. Екеуіңізге де не нәрсе қымбат, не нәрсе қажет, соның бәрін ескеріп жүріңіздер. Сөйлесіңіздер, әңгімелесіңіздер, кездесіңіздер, жайғасыңыздар. Маржан, жаңа айтам деп жатыр едіңіз, не пікір? Айта қойыңыз. Негізі біздің қатысушылар мысы бар жігіт керек деп бәр үміткерлерден соны күтеді ғой. Мысы бар жігіт өзінің қызын қызғанып отса, абьюзерлікке теңейді. Ондай нәрсенің қажеті жоқ қой, сонда қызғанбау керек. Аягөзде үш себеп болып тұр. Соны айтқым келген ғой. Соны айтқыңыз келді. Жақсы. Дегенмен бірақ жалпы кейде бәрі күшті болып кетсе, ұрыс болмай қалса, қыздар кейде оны да көтере алмай қалады. Сондықтан ондайымыз да бар енді. Ұрысқымыз келіп, кейде бір сылтау іздеп кететініміз болады. Бірақ Маржанға қарап қуанып отырмын, кеше бір жайдың келгені пайдаға асты ма деген сияқты, жақсы жағынан әсер етті ме деп, себебі Маржан ханым құлпырып кетіпті бүгін. Енді құрметті көрермен, біз әрі қарай жалғастырайық, және де жалғастыру үшін бүгін бізде жұлдызды қонақ шақырайық. Серік Исахан, келіңіз.